Айырша без тимус. Алдыңғы көкірек аралықта орналасатын, оң және де сол өкпе қаптың аралығында орналасқан безді мүше болып табылады. Айырша без екі асимметриялы үлестен тұрады. Лобус декстер, кішілеу және де үлкендеу, лобус синистер деп аталатын екі бөлік. Олар өзара ортаңғы бөліктермен қосылған болып келеді. Әрбір бөліктің төменгі бөлігі кеңейген болып келеді, ал жоғарғысына қарай олар тарылады. Және де мына кейбір жағдайларда ұш жағы оның айыр тәрізденген екіге бөлініп орналасады. Вот сол үшін де бұны айырша без деп атаған. 10-15 жаста жетілген кезде айырша бездің салмағы бұлардың яғни тимазин немесе жаңағы гормон бөледі, немесе лимфоциттерді де бөліп шығарады, яғни қан қысу мүшесі де болып табылады. Бұның екінші қызметі. Вот сол лимфоциттерді май басқан кезде уже түзуі төмендейді. Жалпы тимустың алдыңғы беті дөңес болып келеді, және де алдыңғы жағынан мына төстің сабымен денесіне жалғасатын болады. Артқы жағынан бізде қолқа жатады. Енді қолқа, мына айырша безді былай алып тастайтын болса, қолқаны көреміз. Мінекей, қолқа доғасы. Сонымен қатар жоғары қуысы вена жатады. Сонымен қатар бүйір жақтарында сол иық бас сабауы, трункус брахиоцефалика, және де вена субклавия, вена брахиоцефалика. Дәл сол веналар жататын болады. Енді айырша бездің құрылысына келетін болсақ, гистологиялық түрдегі мінекей. Мына жерден тағы да көрсеңіздер болады. Тимустың. Мінекей. Мынау айырша бездің гематоксилинеязин бояумен боялғандағы көрінісі. Сыртқы қабатынан бізде капсуламен жабылатын болады. Капсуласы дәнекер тіннен тұрады. Вот осы капсуладан ішке қарай дәнекер тіннен тұратын талшықтар өтеді. Вот осы талшықтар айырша бездің денесін бірнеше үлестерге бөлінеді. Мінекей, мынау бір үлесі. Осы бір үлесі екі бөліктен, яғни қыртысты заттан және де майлы заттан тұрады. Қыртысты зат мен майлы затының арасында арнайы шекараны айқын байқауға болады. Осы қыртысты заттарда бізде тимоциттер болады. Осы тимоциттер Т-лимфоциттерді бөліп шығарады. Бұл Т-лимфоциттер, яғни қанға түскеннен кейін иммундық қызметті атқарады. Ортаңғы бөлігінде біз, яғни майлы затында оның газ саль денешігі деп атаймыз. Вот сондай денешіктерді көруімізге болады. Яғни оны немесе жаңа корпускулятимия деп атайды, тимус денешіктері. Жалпы тығыз эпителиальды жасушалардан тұрады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.